Сәлем достар, бүгін біз сіздермен өте дәмді болып шығатын творожный пирог дайындайтын боламыз. Ол үшін 300 грамм ұнымызды алып, осындай еріген, менікі еріп тұр. Егерде сіздерде майларыңыз қатты болса, үкіштен өткізіп алсаңыздар болады. Барлығын бір келкі қылып осылай қамырымызбен біріктіріп шығатын боламыз. Одан кейін қантымызды саламыз, 100 граммдай қантымызды саламыз. Және қопсытқышымызды саламыз. Және бір жұмыртқамызды жарып саламыз. Барлығын бір келкі қылып мышып шығасыздар. Осындай песочный тесто пайда болады бізде. Енді творогымызды дайындайтын боламыз. 300 грамм творогымызға үлкен қасықпен 4-5 қасық қантымызды салып, бір жұмыртқамызды жарып, бір келкі қылып, вилкамыздың көмегімен араластырып шығатын боламыз. Және ең соңында табағымызды алып, тестамыздың жартысын табағымызға орналастырамыз, жартысын алып қаласыздар. Және оның үстіне творогымызды орналастырып шығамыз. Ең бетіне қалған тестамызды орналастырамыз. Және қызып тұрған пеште 180 градуста 20-25 минутта пісіріп аласыздар. Мінекей достар, біздің пирогымыз дайын болды. Егерде менің рецептім ұнаған болса, маған тіркеліп, қоңырау белгісін басып, комментарий, лайк басуды ұмытпаңыздар.